Сәлем достар, сіздермен бірге ипотека академиясы. Сонымен кеттік. Соңғы жылдары Қазақстанда мектеп түлектерінің саны айтарлықтай өсті. 2014 жылы олардың саны шамамен 150 мың болса, 2024 жылы бұл көрсеткіш 190 мың адамға жетті. 10 жыл ішінде өсім 20%-дан асты. Сонымен қатар 2024 жылғы деректерге сәйкес елімізде бірінші сынып оқушыларының саны 350 мыңнан асты. Осыған қарамастан Қазақстанда бакалавриат бойынша бөлінетін білім гранттарының саны жылына шамамен 70-80 мыңды құрайды. Түлектер мен талапкерлер санының көбеюіне байланысты бұл гранттар үшін бәсекелестік күшейе бермек. Мұндай жағдайда, егер балаңыз аз грант бөлінетін мамандықты таңдаса, не істейсіз деген сұрақ өзекті болып тұр. Жоғары білімге төлем жасау отбасы үшін үлкен қаржылық қиындық тудыруы мүмкін. Қаржылық қиындықтарды болдырмау үшін ата-аналар балаларын оқытуға алдын ала дайындалу керек. 2013 жылдан бастап Қазақстанда мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі жұмыс істейді. Бұл ата-аналарға мақсатты депозит арқылы жоғары білімге қаражатты біртіндеп жинақтауға мүмкіндік береді. Бағдарлама аясында мемлекеттік сыйлықақыларды есептеу үшін жауапты оператор Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігінің қаржы орталығы. 2024 жылы Отбасы банкі мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі аясында депозиттер ашуға лицензия алып, білімге қаражат жинақтаудың тиімді құралы болып табылатын ақыл атты өзінің жеке бағдарламасын іске қосты. Ақыл депозиті дегеніміз не? Ақыл депозиті мемлекет тарапынан субсидияланатын білім беру жинақ шоты. Ол өз біліміңізге немесе балаларыңыздың біліміне қаражат жинауға мүмкіндік береді. Ең маңыздысы, жиналған қаражатты Қазақстандағы немесе шетелдегі университеттерде оқу ақысын төлеуге пайдалануға болады. Депозит ашу шарттары. Депозитті 3 немесе 5 жыл мерзімге ашуға болады. Бірақ оны ұзарту мүмкіндігі бар. Пайыздық мөлшерлемелер. 3 жылдық депозит жылдық 12%. 5 жылдық депозит жылдық 9,5%. Тиімді сыйақы мөлшерлемесі сәйкесінше 13 немесе 10%-дан асады. Мемлекет тарапынан жыл сайынғы сыйлықақы жинақталған қаражатқа 5%-дан 7%-ға дейін есептеледі. 7% көлеміндегі жоғары сыйлықақы көпбалалы отбасылардың балалар сияқты басым санаттағы азаматтарға есептеледі. Салымшы ай сайынғы төлем мөлшерін өзі анықтайды. Бірақ бағдарламаға қатысу үшін бастапқы жарна 3 айлық есептік көрсеткіштен кем болмау керек. Егер бала грантқа түссе, немесе өзге жолмен жоғары білім алса, жиналған қаражат пен мемлекеттік сыйлықақыны толығымен шешіп алуға, немесе жинақтауды жалғастыруға және қаражатты үшінші тұлғаның атына аударуға болады. Ақыл бағдарламасы аясында жиналған қаражатпен Қазақстан мен шетелдегі университеттер мен колледждерде оқуға төлем жасауға болады. Тағы бір артықшылығы, депозиттердің Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қорына қатысуының арқасында қаражаттарыңыздың қауіпсіздігі мен сақталуы қамтамасыз етеді. Ақыл депозитін баспана маркет порталы арқылы, банктың бөлімшелерінде немесе hsbk.kz сайтындағы бейне қоңырау арқылы ашуға болады. Сонымен қатар депозитті Отбасы банкінің мобильді қосымшасы арқылы ашып, басқаруға болады. Депозитті ұлттық қордан бөлінген қаражатпен де толтыруға болады. Ақыл білім беру жинақ депозиті балаларын қаржылық қиындықсыз, сапалы біліммен қамтамасыз етуді мақсат еткен отбасылар үшін маңызды құрал. Түлектер санының артуы мен гранттар үшін бәсекелестікті ескере отырып, алдын ала жасалған жинақтар жоғары білім алуда шешуші факторға айналуы мүмкін. Бұл депозит тек білім алу үшін қаржат жинап қана қоймай, болашаққа қаржылық қауіпсіздік береді. Осылайша көптеген қазақстандық отбасылар үшін құнды шешімге айналады. Ақыл депозитін аша отырып, сіз балаңыздың армандаған болашағын қамтамасыз етесіз. Ақыл бағдарламасы туралы толық ақпарат алу үшін экрандағы QR кодты сканерлеңіз. Осылайша бүгінгі шығарылымыз аяқталды. Сау, саламатты болыңыздар.